Қайырлы түн, құрметті математика сүйер қауым, сіздермен бірге Әли. Бүгінгі лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы үшінші лекция математикалық талдау, тізбек және оның шегі. Яғни біз математика талдаудағы ең маңызды тақырыпқа көштік. Шек туралы, соның алғашқы тақырыбы осы. Үлкен тарау. Шек туралы мынау алғашқы тақырып. Біздің сабақтың мақсаты сандық тізбекті түсіну, сандық тізбектің шегі бар екенін көрсету, сандық тізбекті теоремасын қарастыру. Онымен біз сандық тізбек деген не екенін анықтап алайық. Бізде натурал аргументі fn функциясының аргументінің өсуі бойынша реттелген f1, f2, f3, fn мәндер жиыны сандық тізбекті аталады. Суретте көп тұрсыздар. fn дейтін функция арқылы анықталған белгілі бір заңдылықпен өсіп отыратын тізбекті сандық тізбекті аталады. Белгілі бір, мысалы, 1, 2-ден 1, 3-тен 1, 1 бөлінген n деген заңдылықпен анықталады. Мысалы, 1 бөлінген 2 квадрат, 3 квадрат, n квадрат. Ал жалпы мүшесін xn арқылы белгілейміз. xn сол тізбектің жалпы мүшесі. Енді тізбекте шенелген және шенелмеген деген түсінік бар. Ол қалай? Анықтамасын оқитын болсақ, xn тізбектің мүшелері кез келген n натурал сан үшін xn кіші немесе m теңсіздігі орындалатын m 0-ден үлкен сан табылса, xn шенелген тізбекті аталады. Мұндай сан табылмаса, шенелмеген тізбекті аталады. Яғни біздің жаңа тізбекті көп тұрыстар ол алдыңғы слайдта. Бізде мынау шенелген, өйткені әрбір мүшесі белгілі саннан кіші. Мысалы, 1, 2-ден 1, 3-тен 1, бәрі 1-ден кіші немесе тең. Ал шенелмеген тізбек қай кезде пайда болады? Егер біздің сандық тізбегіміз n квадрат деген функция анықталатын болса, бізде оны шенелмеген, себебі оның әрбір мүшесі шексіз өсе береді, яғни оның қандай да бір санға кем екенін көрсете алмаймыз. Енді келесі түсінік бізде өспелі және кемелі тізбек деп аталады. Яғни бізде тізбектің барлық мүшелері үшін xn плюс 1 үлкен немесе тең xn орындалса, онда өспелі тізбекті аталады. Егер қарсы зан орындалса, қарсы теңсіздік, онда кемелі. Яғни бізде теңсіздіктің әр мүшесі, бірінші мүшесі, екінші мүшесі үлкен болса, яғни теңсіздіктің сандық тізбегіміз өсіп отырады да. Егер бірінші мүше екінші мүшесінен кем болса, онда тізбегіміз кемелі. Мысалы көрсетіліп тұр слайдта. n квадратымыз кез келген n натурал сан үшін бізде өсіп отырады тізбек, ал тізбекті кез келген n натурал сан үшін бізде тізбек кеміп отырады. Енді тізбектің шегі анықтамаға көшейік. Егер кез келген эпсилон сан үшін натурал эпсилон сан табылса, барлық n нөмірлі мүшелер үшін теңсіздік орындалса, а саны тізбектің шегі аталады. Жалпы бұны қалай түсінейік? Бұл жерде сәл түсіну қиындау, өйткені бізде эпсилон және натурал эпсилон деген пайда болады. Бізде эпсилон деген математикалық талдауда ол нақты санмен және ол сан қай жерге де ұмтылады, яғни соның арасындағы салыстырмалы қателік. Біздің тізбегіміз қандай да бір санға ұмтылады, бірақ ол санға тең болмайды. Эпсилон дегеніміз нақты сол санмен сол ұмтылатқан мәндердің арасында арақашықтық, салыстырмалы түрде қателік. Енді деген сол қай кездегі, біздің салыстырмалы қателік қай сан үшін соған тең болады. Яғни біз эпсилон неғұрлым кіші болған сайын, нөлге ұмтылған сайын n саны артып отырады. Қазір оны кейінгі слайдта түсінесіздер. Жалпы шек деген бізде кез келген эпсилон сан табылады. Кез келген эпсилон үшін қандай да бір натурал сан табады, және сол n-міз сол натурал саннан көп болады мүшел. Және сол шарт орындалса, яғни сол тізбектің шегі деп аталады.
яғни біздің былайша қарапайым тілмен айтқанда бізде шек берілген, ол белгілі шегіміз белгілі бір санға ұмтылатынын көрсе, онда ол шектің а деген санымыз, яғни сол шектің сол тізбектің шегі деп аталады, яғни сол санға тең болмайды, яғни сол санға жақындай түседі. Енді келесі теоремаға көшейік. Теоремада бізде былай айтылады: егер біздің шегіміз xn мүшесі үшін шегіміз кешесізге ұмтылса, яғни тізбек ақырсыз кішкене тізбек болады. Яғни біз тізбегіміз шексізге ұмтылса, яғни біздің арамыздағы сан одан сайын кішірейеді, сол ақырсыз кішкене дейді. Яғни арасындағы кішкене деген сөз ғой. Дәлелденуі, бұл жерде дәлелдену бізде былай деп көрсетілген: бізде тізбек белгілі а санға ұмтылсын дейік, шегі а, сол санға ұмтылады деген сөз. Яғни кез келген эпсилон үшін эпсилонымыз үлкен сан болады, өйткені ол салыстырмалы қателік, жаңа айтып өткендей. Соған сәйкес n сан там болады, және ол n әрқашан n үлкен болады. Натурал сан нөміріне эпсилон үшін. Сол орындалған жағдайда бізде мынандай шарт орындалады. Жаңа біздің тізбек, сол тізбек қандай сан ұмтылады, соның арасындағы неміз арақашықтық, қателік, модульдік қателік сол эпсилоннан кіші болады. Яғни біздің мүшеміз а деген түрде жазуға болады. А деген жаңағы кіші біздің ұмтылатын санымыз альфа n деген сол арасындағы салыстырмалы қателік, яғни xn минус а деген шығып тұр ғой жалпы. Енді керісін жүретін болса, xn-іміз егер а плюс айн болса, онда ақырсыз кішкене, яғни біздің ақырсыз кішкене дегеніміз кішкене арқылы, оның яғни біздің сол ұмтылатын сан арасындағы салыстырмалы қателік бірте-бірте азайып, белгілі бір аралықта олар өте қатты жақындайтын болады шегіміз. Жалпы бұл сол теорема туралы айтылады. Енді келесі бұл математикалық іліміміздің ең маңызды теорема, ол Вейерштрасс дейді аталатын теорема. Вейерштрасс деген кез келген бір санды, яғни бізде өсетін тізбек үшін шенелген тізбек жинақты болады. Жинақты дегеніміз белгілі бір санға ұмтылатын сөз. Орысша айтқанда сходимость, ағылшынша айтқанда convergence дейді. Яғни белгілі бір санның аралығында ол жақындай түседі. Яғни оған тең болмайды, сол жақында бірте-бірте жақындай түседі. Бізде екі түсінік бар ол теореманы дәлелдеу үшін: супремум және инфимум. Супремум деген, егер біздің тізбегіміз өссе, яғни біздің жоғарғы шекарамыз белгілі бір санға жақын болса, яғни ол жоғарыдан шенелген, яғни жоғарыдан біз белгілі бір санға жете аламыз, яғни белгілі санға ұмтылады. Яғни ол үстіден шенелген болса, ол супремум деп аталады. Ал егер біздің тізбегіміз төмен болса, яғни бұл төмен келмейтін болса, яғни төменнен бір санға ұмтылатын болса, яғни ол инфимум деп аталады. Яғни бұл теорема сол туралы, яғни бізде қандай да бір шек берілген, яғни бір шек қандай да бір заңды, қандай да бір кезге n натурал сан үшін белгілі бір өсіп кем отырады. Яғни ол қандай да бір аралықта біз ол бір белгілі санға жақын етсе, белгілі санды ол жинақты болады да, біз оны жалпы бүкіл тізбектің мүшесін қарауға қажет жоқ. Яғни біз оның қандай да бір мүшесін ала отырып, соның жинақтығы екенін көрсету. Бұл теореманың негізгі мағынасы. Жалпы түсінікті ойлаймын. Негізі басына түсіну қиын болады, бірақ кейін бірте-бірте түсінесіздер деп ойлаймын. Енді Глоссарий деген жаңағы нелерге анықтама берейін кішкене. Лимит деген жаңағы шек, супрем деген жаңағы үстіңгі біздің шегіміз
қай санға ұмтылады, сол туралы. Инфинум ол астыңғы шекара, жаңағы тізбегіміз егер кемімелі болса, ол қай санға дейін ұмтылады, астыңғы шекара. Эпсилон деген жаңағы салыстырмалы қателік. Келесі видеода сол байланысты практикалық есептерді қарастырайық.